Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат. Көп ұйықтайтын адамдар өмірде нені жоғалтады? Білесіздер ме? Ұйқы әрине жақсы. Оны барлығы жақсы көреді. Бірақ дәл осы көп ұйықтау арқылы біз өмірдегі 3 маңызды нәрсені жоғалтамыз. Ол ең біріншісі құнды, ештеңеге өлшенбейтін, сатып алмайтын уақыт. Яғни көп уақытының бөлігін ұйқыға арнайтын болсаң, сенің өмірінің қалай өтіп кеткені белгісіз болады. Екінші ол денсаулық, яғни көп ұйқы бәрібір денсаулыққа зиян. Негізі дәрігерлердің айтуынша 7 сағат дейді, бірақ 7 сағат негізгі сапалы ұйқы жеткілікті. Үшінші ол адам өзінің энергиясын жоғалтады. Көп адам ойлайды, ұйықтау арқылы энергия жинаймын, энергиямды толықтырамын деген сияқты, бірақ қателесесіздер. Энергия кейде мысалға сіз ұйықтап жатқан кезде, сіздің миыңыз бәрібір шаршап демалмайтын болса, одан қалса көп ұйықтау арқылы жалқаулық желкеңізге мініп алып, сіздің күндіз бойы бодыр жүруіңізге кедергі келтіретін болады. Сондықтан сіздің энергияңыз ұйықтау барысында желінеді. Яғни нормадан асып кететін болсаңыз, керісінше ұйқының өзіне энергия кетіп қалатын әдеті бар.